Армысыздар алтындай бағалы көрермендер. Сіздермен Алтынай Аман және бұл кармология арнасы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып сенімділікті арттыру және самооценкамен жұмыс болып табылады. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Өзіңді сүй, анау мынау деген банальный нәрселер емес, реально сіздің самооценкаңызды көтеретін рабочий топчиктерді айтамын. Соңына дейін тыңдаңыз. Бірақ самооценка деген ол пафос емес, ол гордыня емес. Шатастырмаймыз. Самооценкаңызды көтеретін ең бір оңай тәсіл ол айнаға қарағанда ол жақтан өзіңізді емес, өте бір әдемі ханшайымды көріңіз керек. Ернім кішкентай, мұрным деп өзіңізге конкретный комплекстер ие беретін болсаңыз, онда сіздің самооценкаңыз ешқашан көтерілмейді. Керісінше ниже нуля түсе береді. Содан кейін қараңыз, сіздің мышлениеңіз арқылы барлық адамға именно сіздің ерніңіз бен мұрныңыз ұнамай тұрады. Не то что басқа адамдар, даже мамаңызға. Дәл қазір қағаз алып, өзіңіздің топ 5 комплексіңізді жазып шығыңыз. Жазып болған шығарсыздар. Енді қараңыздар. Өздеріңіздің топ 5 комплексіңіз негізі барлық адамда бар. Олар сонымен жұмыс жасады, соны жеңе алды және де оны кемшілік емес артықшылық деп санау арқасында өзінің самооценкасын көтерді. Ендеше сіз де солай жасап көріңіз. Өзіңіздің әрбір комплексіңізбен жұмыс жасаңыз. Сіз бір нәрсені түсінуіңіз керек. Адамның сыртқы келбеті маңызды емес. Ең басты сіздің жаныңыз, жүрегіңізде махаббат, мейірім болғаны. Сыртқы келбет деген ол жай дополнительный бонус. Ең бастысы сіз өзіңізді қалай көресіз. Сол, сіз өзіңізді жақсы адам ретінде, әдемі адам ретінде көрсеңіз, айналадағы адамдар да солай көретін болады. Қазір ғана топ 5 комплексіңізді жаздыңыз, енді өзіңіздің артықшылықтарыңызды жазып көріңіздер. Қанша шығады, сонша жазыңыздар. Бірақ мен өте сенімдімін, сіздің комплекстарыңыздан қарағанда артықшылықтарыңыз өте көп. Сіз өзіңіз бірақ көрмейсіз соны. Ештеңені қалдырмай жазамыз. Енді әлгі комплексіңізді алып жыртып тастаңыз. Себебі ол керегі жоқ бізге. Содан кейін қайда жүрсеңіз де, не істесеңіздер де сіз өзіңізді, мысалы сіз қыз баласы болсаңыз, өзіңізді ханшайым ретінде ұстаңыз. Яғни басыңызда сіздің әдемі корона, үстіңізде әдемі киім. Қандай не киініп тұрғаныңыз қазір маңызды емес, басы сіздің ойыңызда. Самооценка деген ол мына жерде. Сіз оны ауызбен ішіңге айтпайсыз, яғни мен осындаймын, мен ең әдемімін деген сияқты жоқ. Сіз оны жай ғана сездіресіз басқа адамдарға. Яғни бұл тек қана психологиялық тұрғыда ғана жұмыс жасайды. Ұмытпаймыз, өзіңіз жайлы мақтанатын болсаңыз, онда көкіректікке саналып кетеді. Ең бастысы өтініш, ешқашан естеріңізден шығармаңыздар. Сізді адамдар сіздің түріңіз, бет-әлпетіңіз үшін жақсы көрмейді, сіздің жан дүниеңіз үшін жақсы көреді. Бұл менің бүгінгі эфирімнен сіз өте бір оңай әрі жеңіл психологиялық самооценка көтеру жайлы сабақты көрдіңіздер. Тым болмаса осыны жасап көріңіздер. Себебі ең бірінші мен ойлаймын оңайдан бастаған дұрыс. Бірақ мен почему-то қиыннан бастаймын. Осы сіздерге тапсырма. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Видео ұнаса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, ойларыңызды жаза кетіңіздер. Кез келген адамның өзінің бір сүйкімділігі, өзінің бір сұлулығы бар, сондықтан өзіңізді шеттетпеңіздер, керісінше өзіңізді жақсы көріңіз, және өзіңіз туралы ойыңыз өте жақсы болсын. Ендеше амандықты жүздескенше алтындарым. Келесі эфир менің философиям деп аталады, онда мен өзімнің ойымды белгілі бір адамдардан көрген ұнаған философиямен бөлісетін боламын. Мен не деген сұлумын деп айнаға күнде айтып жүр.